Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге мини күлшенің әзірлеу жолымен бөлісетін боламын. Осындай мини күлшені менімен бірге әзірлеңіздер. Яғни бізге керек 1 стакан жылы сүтімізді құйып, және 1 стакан жылы су құйып, 1 жұмыртқа, 1 шай қасық қант, 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық дрожжімізді салып, жақсылап араластырамыз. Және сары майымызды ерітіп, салып жақсылап араластырамыз. Ұнымызды керегінше салып, яғни қамыр осылай елеп бетін пищевой пленкамен жауып қоямыз. Жылы жерге үстін жауып, көтерілгенше жылы жерге қоямыз. Көтерілген соң пищевой пленканы бетінен алып, осындай үлпілдер әдемі болып көтеріледі. Оны яғни бір илеп алып, осындай таразыға 100 грамм немесе 90, өздеріңіз қалаған грамдарыңызға бірдей қылып бөліп, осындай формаға көтерілгенше бір 15 минутқа қойып қоямыз. Көтерілгеннен кейін осылай кішкене күлшенің формасын салып, қолымызбен және ортасы көтеріліп кетпеу үшін вилкамен осылай тез қоямыз. Және бетіне жұмыртқаның сарысын сүтпен кішкене араластырып, бетіне жағып шығамыз. Барлығына жағып болған соң, ортасына мен мак септім, шет-шетіне күнжет сеуіп шықтым. Өздеріңіз қалауларыңыз бойынша сәндеулеріңізге болады. Және қысып тұрған духовкаға 180 градусқа пісіріп аламыз. Осындай болып әдемі болып пісіп шығады. Өте жұмсақ, дәмді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздердің көңілдеріңізден міндетті түрде шығатын болады. Ас болсын.